Саламатсыздар ма студенттер? Менің атым Азаматхан Дәулетұлы болады. Жалпы медицина факультетінің студенті боламын. Бүгінгі тақырып көру ағзасы органын визус жайлы болады. Анатомияда негізгі 5 сезім ағзасын қарастырамыз. Оларға көру ағзасы органын визус, есту ағзасы органын аудитус, дәм сезу ағзасы органын густус, иіс сезу ағзасы органын альфактус және температуралық немесе сипап сезу ағзаларын ажыратамыз. Аталған сезім ағзалары экстрарецепторлар деп аталады. Ал ішкі ортадан қабылдайтын рецепторларды біз интерорецепторлар деп атаймыз. Келесі көру ағзасы органын визус. Көру ағзасы негізгі көз алмасынан бульбус окули, көру нервінен нервус оптикус, қосалқы ағзалардан органа окули аксессориядан тұрады. Ал қосалқы ағзалар өз кезегінде қабақ, көз жас аппараты, конъюнктива, көз алмасының бұлшеттерінен тұрады. Көз алмасының негізгі массасын 3 қабатпен қоршалған мөлдір құрама құрайды. Көз алмасы бульбус окули. Пішіні дұрыс емес шар тәріздес негізгі екі белдеуін ажыратамыз. Яғни алдыңғы және артқы белдеулері. Полюс антериор, полюс постериор. Көз алмасының сыртқы қабығы немесе фиброзды қабығы туника, фиброза, бульби окули. 3 қабықтың ішіндегі ең берігі көз алмасының пішінін сақтап тұрады. Екінші қабық көз алмасының ортаңғы қабығы немесе тамырлы қабық. Туника, васкулоза, бульби. 3 біркелкі емес бөлікке бөлінеді. Үшінші ішкі қабық көз алмасының торлы қабығы, ретина деп аталады, ал өзінің сыртқы бетімен тамырлы қабыққа жанасып жатады, ал ішкі бетімен шыны тәрізді денеге жанасады. Енді сыртқы қабыққа тоқтала кетсек, сыртқы қабық бізде кішкене шығыңқы алдыңғы бөлігі мөлдір қабық деп аталады. Ол иіліңкі шығыңқы линза тәрізді болып келеді, осы иілген бетімен артқа қарай бағытталады. Егер де барлық сыртқы қабықты 6 бөлік деп алатын болсақ, 6-дан 1 бөлігін алып жатыр. Ал 6-дан 5 бөлігін склера, яғни қасан қабық алып жатады. Мөлдір қабық мөлдір дәнекертінді стромадан меншікті заттегінен тұрады. Және строманың алдыңғы артқы шекаралық табақшалары бар. Мөлдір қабықтың алдыңғы беті көп қабатты эпителиймен, ал артқы бетінде бір қабатты эпителиймен жабылған. Себебі көз жасынан бөлінетін сөл арқылы көздегі бактериялар мен шаң тозаңдарды тазалап тұру қажет. Қан тамырлары мен лимфа тамырлары болмауына байланысты мөлдір қабық мөлдір болады және алдыңғы камера есебінен қоректенеді. Келесі бізде қасан қабық немесе ақ қабық, склера. Сыртқы қабықтың 6-дан 5 бөлігін алып жатыр. Мөлдір қабықтың айырмашылығы тығыз дәнекер мен эластикалық талшықтардан тұрады. Яғни мөлдірлік қасиетінен айырылған мөлдір емес. Келесі тамырлы қабық, хороидия. Тамырлы қабық ортаңғы қабықтың бөлігі болып саналады. Склераның астында торлы қабықтың сыртында орналасқан. Көбіне склераға 3-тен 2 бөлігімен толық жанасып жатады. Ал алдыңғы бөлігінде цилиарлы денеге ауысып кетеді. Екеуінің арасында ора, серата, яғни тісті жиекті көре аламыз. Келесі кірпікті немесе цилиарлы дене, корпус цилиарис. Ішкі жағынан шыны тәрізді немесе эластикалық табақшамен жабылған, яғни цилиарлы дене массасын цилиарлы бұлшықет пен борпылдақ дәнекертінді пигменттер құрайды. Яғни ол жабынын құрайды десек те болады. Циналық байлам, зонула цилиарис деп аталады. Қызметі өте үлкен, себебі көз бұршақты ұстап тұрады. Егер босаңсып кететін болса, адамда миопия пайда болуы мүмкін. Яғни көзде минус пайда болады. Келесі қабық нұрлы қабық, яғни ирис деп аталады. Тамырлы қабықтың ең алдыңғы бөлігін алып жатыр. Өзге қабықтардан айырмашылығы көздің сыртқы қабығына жанаспайды.
алдыңғы камера мен артқы камераның арасында орналасқан. Нұрлы қабық ортасында дөңгелек тесік бар. Ол қарашық деп аталады. Пупилла. Қарашық мөлдір қабықтың қарашықтық ұшымен шектелген. Адам көзінің түсі бізде меланин пигментінің санына байланысты өзгеріп отырады. Егер де адамда меланин пигменті көп болатын болса, көздің түсі қара болады, ал аз болатын болса, қоңыр, жасыл түсті береді. Кейде көзінде меланин пигменті өте аз адамдарда болады. Ол адамдарда көзі қызыл түсті болып кетеді. Себебі көздегі қан тамырлар көрінетін болады. Көздің келесі қабығы торлы қабық, ретина деп аталады, немесе көздің нервті қабығы деп аталады. Себебі осы қабықтағы нейрондар, құтышалар мен таяқшалар арқылы жарықты сезуге болады. Осы торлы қабық нейрондарының аксондары арқылы көру жүйкесі дискі түзіледі. Осы аксондар бірігіп көру жүйкесін түзеді. Солай ақпарат ми қыртысына талдауға жіберіледі. Орталық шұңқыр. Орталық шұңқыр көздің ең жақсы көретін орталығы, немесе сарыдақ макула деп аталады. Егер жарық осы сарыдаққа түсетін болса, көз жақсы көреді. Ал егер де көру жүйкесі дискіне түсетін болса, немесе соқырдаққа түссе, біз ештеңені көрмейміз. Келесі көз алмасының мөлдір құрамы. Мөлдір құрамаға негізінен бізде шыны тәрізді денені, корпус витриумды, алдыңғы артқы камераларды, камера антериор, камера постериор, көзбұршақты, ленз жатқыза аламыз. Көз алмасының көп бөлігін бізде шыны тәрізді дене алып жатыр. Ол мөп-мөлдір, қан тамырлар мен нервілері мүлдем жоқ. Шыны тәрізді денені торлы қабық, ал алтынан ақ қабық жауып жатыр. Келесі көзбұршақ. Көзбұршақ екі жағынан шығыңқы келген линза пішінді болып келген. Оның алдыңғы және артқы беттерін ажыратамыз. Facies posterior lentis et facies anterior lentis. Көзбұршақ өзінің заттегінен субстанция лентис және капсуласы мен талшықтарынан тұрады. Ендігі кезекте көздің сулы ылғалы. Humor aquosus. Сулы ылғал деп отқанымыз бұл алдыңғы және артқы камера. Мөлдір, түссіз сұйықтық болып келеді. Сулы ылғал цилиарлы дененің өсінділерінен нұрлы қабықтан бөлінеді. Бөлінген сулы ылғал бірінші артқы камерадан алдыңғы камераға түседі, солайша веналық синусқа барып құяды. Ал веналық синус осы қысымды реттеп отырады. Алдыңғы камера алдынан мөлдір қабықты қоректендіреді. Алдыңғы және артқы камералар бір-бірімен қарашық арқылы байланысқан. Егер де осы веналық синус дұрыс жұмыс жасамайтын болса, бізде глаукома ауруы пайда болады. Ендігі кезекте толығырақ ішкі құрылысына тоқталып кетсек, бізде склера мен мөлдір қабық арасында көзия ұшын көреміз, яғни лимбус корне. Склераның сыртқы беті конъюнктивамен жабылған, ал артында тек эндотелиймен жабылған. Склераның алдыңғы бөлігі бойында мөлдір қабыққа жақын жерде веналық синусты көреміз. Синус венозус склера. Веналық синус. Алдыңғы камера мен артқы камерадағы сұйықтық веналық синусқа барып құяды. Солай қысым реттеліп тұрады. Егер де қысым артып кететін болса, адамның көзінде глаукома ауруы тууы мүмкін. Яғни көздегі веналық синустың әсерінен және қысымның жоғарылауы салдарынан. Келесі тамырлы қабықтың цилиарлы денеге жалғасқан жерінде біз тісті жиекті көре аламыз. Ора серрата. Сонымен қатар склера мен тамырлы қабықтың арасында капиллярлық лимфатикалық кеңістікті спатиум перихордия бар. Бұл қабықтың тамырлы қабық деп аталу себебі ондағы ұсақ веналар мен артериялардың басым болуы салдарынан. Енді цилиарлы денедегі бұлшықеттерге келетін болсақ, негізгі 3 талшық түрінен тұрады. Меридиалды талшық, дөңгелек және радиалды талшықтар. Осы меридиалды талшықтар арқылы тамырлы қабықты тартып тұратын бұлшықеттер түзіледі. Оның талшықтары
көздің алдыңғы камерасы бұрышынан басталады. Ал дөңгелек талшықтар болса, дөңгелек бұлшықеттің түзілуіне қатысады. Ол цинналық байламның көзбұршаққа бекітілген жерін экваторға қарай жақындатады. Яғни көзбұршақтың босаңсуын тудырту арқылы көзбұршақтың қиғашталуын ұлғайтады. Соның салдарынан цилиарлы дененің дөңгелек бөлігі көзбұршақты қысатын бұлшықет аталады, яғни мускулус компрессор ленtis. Цилиарлы дене құрылысын екі бөлікке бөле аламыз. Көріп отқанымыздай, цилиарлық шеңберден орбикулус цилиарис және цилиарлық тәжден тұрады, цилиарис корона. Цилиарлы шеңбер тегіс емес, артынан тамырлы қабыққа жанасып кетеді. Ал цилиарлық тәж алдыңғы ішкі бөлігін алып жатады. Оның цилиарлы өсінділерін көре аламыз. Осы 70 шақты цилиарлы өсінділерден алдыңғы және артқы камера сұйықтығы бөлінеді. Нұрлы қабықтың құрылысына келсек, нұрлы қабықтың алдыңғы және артқы беттері бар. Facies anterior et facies posterior iridis. Және мөлдір қабық пен нұрлы қабықтың жалғасқан жерінде нұрлы мөлдір қабық бұрышын көреміз. Ал ол сыртында нұрлы қабық мөлдір қабық бұрышы веналық синусқа жалғасқан. Нұрлы қабықтың негізгі екі бұлшықеті бар. Қарашықты тарылтатын мускулус сфинктер пупилла және қарашықты кеңейтетін мускулус дилататор пупилла. Енді кезекте торлы қабықтың құрылысына келсек, торлы қабық негізгі екі бөліктен тұрады. Торлы қабықтың соқыр бөлігі парс сека ретина және торлы қабықтың көру бөлігі парс оптика ретина. Торлы қабықтың құрылысын толығырақ гистологияда қарастыратын боламыз. Ал қазір жарықты қалай қабылдайтынын түсініп алайық. Бірінші жарық мөлдір қабық арқылы кіріп, көзбұршақпен реттеледі және шым тәрізді денеге өтіп, торлы қабықтың пигментті қабатына тиіп кері қайтады. Осылайша жарықты таяқшалар мен құтышалар өңдеп, биполярлы жасушаларға береді. Биполярлы жасушалар өздерінің аксондары арқылы сигналды ганглиоз жасушаларға беріп, ганглиозды жасушалар аксондары арқылы көру нервіне беріледі. Өз кезегінде көру нерві көру қиылысына латеральды иінді дене мен корпус геникулатум латералис және ортаңғы мидың жоғарғы төмпешіктеріне беріледі. Ал осыдан шыққан импульс шүйдедегі топшылық жүлгеге барып талданады. Осымен бірінші лекциямыз аяқталды. Екінші бөлімін каналдағы немесе описаниядағы ссылкадан көре аласыздар. Екінші бөлімде көздің негізгі бұлшықеттерін, қосалқы аппараттарды, жарықтың сынуын, көз алмасының оптикалық бөліктерін талдайтын боламыз. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.